Қазақ халқының ұлттық мемлекеттік негізінің қаланғанына 550 жыл толуына арналған ұлы мереке, бұл біздің мысымызды биіктететін, бәсімізді арттыратын, намысымызды бекітіп, өзгелердің сөзіне қайырыс беретін үлкен мүдделі мереке деп есептеймін. Сол ұлы мерекенің Ұлытау өңірінде басталғаны ұлы нысан. Бұланты бойындағы жоңғар шапқыншыларға қарсы бар қазақ бірігіп, көк тасқа таңбасын басқан. Өлсек, көріміз білге болсын. Тірі қалсақ, шығатын төбеміз бір болсын деп анттасқан жерде үлкен үстін орнатылды. Бетпақ даланың ең төсіндегі сол ескерткіш қазақтың өткен намысының есіне түсіріп қайрайтын бір тастан жасалған алмас қылыш сияқты. Ал кешегі ел қамын жеген едігенің, Алтын Орданың соңғы ғана Тоқтамыстың, Ақсақ Темірдің ізі қалған Ұлытау қазақтың сол сөзіміз бір болсын, бір төбеде табысайық деген төбесі. Қасиет сонда. Сол Ұлытаудағы қан ордасы көне түркілердің астаналарынан аумайды. Кемінде 7-9 ғасырдың ескерткіш. Бізге тиесілі қандардың барлығы да осы Ұлытаудың төңірегіндегі 62 Кеңгір, 92 Торғай, Білеуті, Сарысу сияқты ұлы өзендердің бойында ту көтерген. Сондықтан да қазақ хандығы, қазақ мемлекеті, қазақ ұлты осы Бұландыдағы ұрықпен. Содан кейін Ұлытау ұлт ұясы деп үлкен нысаналы ұранмен өткен салтанат шаралар, сөйленген сөздер, ғылыми конференциялар біздің ұлттық бірлігімізді танытқан шара деп есептеймін. Бұл сапардан алған әсер бізде талай ел мен жерді көріп, қасиетті мекендерді араладық қой. Жеке өз басыма еш қашанда әсер еткен емес. Бұл ұлы бірліктің тойы болды. Сол ел қандай бір намысқа иеген, бір қазақтың жолына бар ниетін арнаған, және өздерінің әр бұлақтың басындағы қан сайланған ескерткіштер арқылы ұлыланып тұрады. Алашақан, Жосыққан, одан бұрын өмір сүрген Домбауыл, ана қан ордасы, Абылайдың туы тіккен, Кенесарының туы тіккен. Қазақ хандығы бөлінгенде бірден Қозбақ маңыраққа барып ел бола салған жоқ қой. Жиылып ұйыған жері осы Ұлытау. Ал осыдан басталған той қазақтың ұлы намысын қорғайды деп ойлаймын. Және жаңағы ел қамын жеген едігенің, Тоқтамыстың, Темірланның іздерінің бір төбеден табылуы қазақ хандығы Алтын Орданың заңды мұрагері және тәуелсіздікке ие болған бірден бір мемлекет. Бұл пікірді біз ғана емес, орыстың ғалымдары қазір монография арқылы дәлелдеп қорытынды шығарып қойды. Менің ойым, осы Ұлытаудағы өткен мерекенің нәтижесінде ұсынылған пікірлер қазақ хандығының 550 жылдығына
арналған тойдың негізгі тұжырымы қазақ хандығы алтын орданың заңды мұрагері дегенді мемлекеттік деңгейде идеологияға айналдыру. Егер біз өзімізді солай танытсақ, онда бізді таны деп өзгеге қол жаймаймыз, олар өздері бізді тануға мәжбүр болады. Ал мұндай қорытындыға Ресей ғалымдары қазір дайын. Екінші, сол ұлттық белгінің нысаны ретінде ескерткіш емес, ескерткіш өткен оқиғаға жеке кісіге арналған ұстын, стелла орнатса, бұл бізді кешегіміз бен бүгінгімізді, бүгінгі намысын ертеңге жалғап ұсындап тұратын бұл белгі болар еді. Сол Бұланды шайқасындағы 45 мың қазақ қаза тапқандарының, шахидтердің иманы нұрға бөленсін. Бұл той елдің бірлігінің тойы болсын. Берекенің тойы болсын, әрекенің емес. Біз өзіміздің хандығымызды әр бұлақтың басынан іздемей, бір ұлытаудың үстіңгі биігіндегі ұстындай тудан іздейік.